Өміріңізді түбегейлі күшті жаққа өзгертетін бір ғана өте қарапайым әдет. Сол туралы бүгін видеода бөлісетін боламын. Армысыздар достар, түрік елінен сіздерге жалынды сәлем. Сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай. Бүгін сіздермен тамаша тақырыпты қозғайтын боламыз. Сол себептен де міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын. Бірақ мен үнемі айтатын бір нәрсе, алу беру заңы бойынша, егер де сізге менің видеом қандай да бір пайдасын тигізсе, жалпы менің YouTube каналымның арқасында сіздің өміріңізде өзгерістер болып жатса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып қойыңыздар. Сол арқылы бізде алу беру заңы болады. Есесіне сіз алып жатқан барлық білім сізге жақсы жағынан, оң жағынан берекесін мың еселеп беретін болады. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Дәл осы әдетті мен өзім осыдан бір жыл бұрын ғана танысқан болатынмын, және практикалық тұрғыда өзімнің өміріме қолданып көргеннен кейін, және дәл сол әдеттен кейін менің өмірімде өте көп жақсы өзгерістер бола бастағаннан кейін сіздермен бөліскелі жатырмын. Жалпы бұл практиканың құндылығы дәл осыдан кейін сізде денсаулық жағынан да мықты өзгерістер болады, ақша потогы жағынан да, жалпы шетелге шығып демалу, армандардың орындалуы, өзіміздің барлық мақсаттарымызға жету, жалпы барлық сфера бойынша сізде көптеген өзгерістер бола бастайды. Сондықтан міндетті түрде осы бір әдетті жасап көріңіздер. Негізі бұл әдетте сізге күн-түн бірдеңе жазу, немесе қағазды жырту, немесе күнде таңертең бір определенный медитация, упражнение жасау емес, ол жай ғана айтылатын нәрсе. Сондықтан да сіздерге ол таңертең болсын, кешке болсын өте пайдалы болады. Және көп ұзамай осы әдет туралы айтатын болсақ, ол барлық адамдарға жақсылық тілеу. Басқа адам туралы жақсы ой ойлау. Вот осы дұрыс болады. Барлық адамдарға жақсы ой ойлау. Яғни біз көбінесе қайтеміз, біз көбінесе біздің барлық энергиямыз, біздің барлық күш қуатымыз көп жағдайларда біреуді өсектеуге, біреуді жамандауға, немесе ел туралы жаман бірдеңелерді айтуға, немесе бізді ренжіткен адамдарға бір жамандық тілеуге, постоянно бір агрессияға кетіп қалып жатады. Ал энергия, ол ресурс, ол біздің міндетті түрде денсаулығымыз және ақшамыз. Сол себептен де адам, мысалға, біреуге қатты ашу келіп тұрса да, егер өзін сол сәтте тоқтатып, ол адамды кінәлауға емес, немесе сол ситуацияны кінәлауға емес, ең әуелі мен осы жағдай арқылы қазір не түсініп жатырмын, осы жағдай арқылы маған Алла тағала қандай сабақ беріп жатыр, және мен оны түсіну арқылы қандай жаңа сатыға шығуым керек деген сұрақты қоясыздар. Міне дәл осы кезде кез келген негатив ситуация бірден өзгере бастайды. Тіпті біз ойлап жатамыз ғой, қалай ол адам бір күнде өзгеріп кетпейді ғой, қалай жағдай бір күнде өзгерте кетпейді ғой. Дәл осы сөз айтқан кезде біз Алла тағаланың құдіреттілігіне сенбейтінімізді көрсетеміз да. Өйткені адам жаман нәрсе айтқан кезде ол Алланың жолында емес, шайтанның жолында болады. Және ең маңызды нәрсе, мені қатты таңғалдырған, біз біреуді жамандаған кезде біз Алланы жамандаумен тең екенбіз да. Яғни біз біреуді жамандап отырған кезде, біреуге негатив энергиямызды жіберген кезде, біз соны Аллаға жіберумен тең болады екен. Себебі адамды жаратқан Алла, және әр пенде бұл жерге мен жаман болайын деп келмейді да. Әр пенде бұл жерге өмірлік сабағын өтуге келеді. Мысалға, біреу тіпті ішетін болса, біреу тіпті ұрлайтын болса, қандай да бір жамандық жасайтын болса, немесе әйеліне, балаларына қорлық жасайтын ер азаматтар, немесе балаларын тастап кеткен әйелдерді, любой ситуацияны алсаңыздар да, ол әйел, немесе ол ер азамат, бұл сабақ арқылы, сол жағдай арқылы, ол өмірдің бір құнды бір ақпаратын білу керек та. Сол ситуация болмаса, ол ақпаратты түсіне алмайды да. То есть ол өзінің өмірлік сабағын өте алмайды. Және дәл осы кезде кез келген адамға емтихан болады. Яғни егер де ол емтиханын өте алса, барлығын дұрыс жасап, дұрыс жолға түссе, сол кезде ол емтиханын өтіп, бұл өмірге жайдан жай келмегеннің нұсқасы болады да. Сол себептен де, мысалға, сіз таңертең тұрған кезде, тағы бір жақсы практика бар. Мысалы, сіз таңертең тұрған кезде бірден жаман ойға толып тұрсаңыз, ішіңіз бір азуға толып тұрса, ол туралы мен көп видеода айтамын. Прям бәрін қағазға жазып тастаңыз да, негатив болса, прям жыртып лақтырып жіберіңіз.
позитив ой келсе блокнотқа жазыңыз. Соның барлығын кешке прям жаныңызға дайындап қойыңыз жатар алды. Таңертең іздеп жүрмеу үшін, өйткені ой кетіп қалады. Бұл сізді бірден негативтан босатуға көмектеседі. Ал егер мысалы сіз жұмыста немесе үйде біреумен мысалға ұрсып қалдыңыз, бір ішіңіз толып қалды, немесе құрбыңызды жаңағыдай кездестіріп, сонымен сөйлесіп отырып аузыңыздан шығып кетті. Сол кезде сразу в моменте өзіңізді ұстап алыңыз да, сразу сол адам туралы аздан кішкене нәрсе жақсылығын айта бастаңыз. Ол өте қиын, бірақ та кез келген адамның все равно жақсы жағы болады. Және практикамен ол келеді. Неге көп адамдар мысалға әдет болып кеткенде, бір жағынан неге адам көбінесе басқа адамдарға жамандық ойлайды, немесе жаман нәрсе ойлайды, өсектейді. Оның бірінші причинасы, біз біреу туралы жаман айтқан кезде біз өзімізді күшті сезінеміз, как будто біз содан күшті сияқты, содан жоғары сияқты. Өйткені адамның ішкі состояниясында боль көп болуы мүмкін, және ол сол өзінің болін жабу үшін мен біреуден күштірекпін. Мысалы, ол біреу жамандаса или салыстырса, значит, бейсаналы түрде ол өзінің күштірек екенін жеткізгісі келеді. Немесе біреу бірдеңе киіп тұрса, ода ол жоқ болса, ой, онша емес деген сияқты. А на самом деле ол жақсы болуы мүмкін. Ол просто өзі оған әлі қол жеткізе алмады. Мүмкін. Немесе ол қол жеткізгісі келеді, бірақ ішінде әртүрлі травмалар бар, самооценка төмендігі бар, маманың үнемі айтқан бір критикасы болуы мүмкін, или папаның да, или туысқандардың. Сол себептен де кез келген жамандықтың артында жаман адам жоқ. Ол жерде просто травмированный адам бар да, өзінің біреуді жамандау арқылы, біреуге бірдеңе жаман тілеу арқылы, біреуге ашулану арқылы өзін басуда ол. Әсіресе құрбысымен сөйлескен кезде, немесе таныс туысқандарына біреу жамандаған кезде, ол өзі жалғыз емес екенін сезінеді. Яғни мені де қолдайтын, мен де түсінетін адам бар екен сияқты орта іздейді. Бірақ біз ортаны жамандау арқылы емес, наоборот, біреуді жақсы айту арқылы орта жинайық. Сол кезде бізде энергия дұрыс болады, сол кезде бізге ақша тартылысы болады, денсаулық жақсарады, және біздің жалпы өзге елге шығуға, демалуға күш қуатымыз болады. Біз қазір түрік елінде, Анталияда Белек деген кішігірім қалада демалып жатырмыз. Өте қатты ұнады. Отель Белконти резорт деп аталады. Жалпы егер іздеп жүрсеңіз, просто кішігірім ақпарат ретінде айтып өтейін. Прям тамақ жағы да бәрі включено, сондай жаңағы қосымша балаларға ойнайтын жерлер, бассейндер, море, спа центр бар, массаж бар, жаңағы сауна бар. Жалпы услугалар өте көп, және орналасқан жерде өте тамаша екен. Отельдің іші де ұнады. Енді ана отельдегі вид өте күшті, мореге қарағанда. В общем, просто мен отдельно ол туралы видео түсіргім келмеді, себебі менде ниша басқа болғандықтан көбіне адамдардың бәрі менің каналымда шетел туралы іздемейді. Сол себептен де осы тақырып барысында кішігірім айтып өтейін, вдруг біреуге қызық болып қалады, қазір демалуға барғысы келіп жүрген шығар мүмкін. Так вот, в принципе, айтайын дегенім, адамның энергиясы жеңіл болған кезде шет елді көру, бір жерге бару, жақсы тамақ алу, денсаулыққа қарау, жақсы орта табу, балаларымыздың саналы сапалы болуы, жақсы табыс табуымыз, өз саламызда мықты маман болуға өте жақсы көмектесетін болады. Және осы жерде айтып кететін тағы бір нәрсе, ол тартылыс күші, яғни біз мысалға неге кейде біздің өмірімізге сондай біздің ашуымызды келтіретін, агрессиямыз келтіретін адамдар болып жатады, өйткені ішкі біздің состояниеміз сондай болуы мүмкін. Өйткені шынымен айтайын, біз күшті болсақ, бізге жаман адамдар тартылмайды. Біздің ортамыз көбінесе жақсы болып жатады. Адал достар, жақсы туысқандар, жақсы әке-шеше, жақсы ата-ене. Әрине өзінің бір сабақтары болады, ол бірақ определенный бір путьқа жету үшін, определенный бір сатыға көтерілу үшін болады. Сол себептен әр қашанда біз біреуді жамандау арқылы емес, біреуге жақсылық тілеу арқылы, сол адамның жақсы жағын табу арқылы, және сол ситуацияға не үшін беріліп жатқанын түсіну арқылы біз жаңа сатыға, жаңа уровеньға шығып жатамыз. Сол себептен де міндетті түрде ең бірінші біз өзімізбен жұмыс жасаймыз. Егер сіз өзіңізбен жұмыс жасағыңыз келсе, жаңа сатыға шыққыңыз келсе, тағы басқа да тамаша техникалар, әдеттер білгілеріңіз келсе, мен сіздерді әйел және ақша атты марафонға шақырамын. Бұл менің авторлық марафоным. 13 модульдан тұрады, өзі записта, обратный связь менімен тікелей.
3 ай сабақ сақталады, келсеңіздер болады. Сізді жаңа сатыға, жаңа уровеньға шығаруға барынша ат салысатын боламыз. Сонымен қатар консультацияға келсеңіздер болады. Тоже осы номер бойынша авторлық медитациялар бар. Кстати, медитациялар біздің ішкі тыныштығымызды орнатуға барынша көмек үшін беретін болады. Сол, ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше күн жақсы деймін, достар. Сау болыңыздар.